Бәріңізге сәлем. Бүгін түрік тағамы пиде жасайтын боламыз. 400 грамм ұнымызды саламыз. Үстіне тұзымызды және де дрожжымызды салып араластырып, 250 грамм суымызды құйып, араластырып, жақсылап қамырымызды иелеп аламыз. Қамырымызды иелеп болғаннан соң үстіне пісте май құйып, 1-2 мәрте үстінен басқылап, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бір пиязымызды майдалап турап аламыз. Мен осылай өткізетін боламын. Одан соң болгар бұрышында дәл солай майдалап аламыз. Турасаңыздар болады. Одан соң помидорымызды да осылай өткізетін боламыз. Болғаннан соң фаршымызды салып, дайындап аламыз. Енді үстіне тұзымызды, паприкамызды және де перецімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз 1 сағат тұрды. Енді қамырымызды алып, 4 бөлшекке бөлетін боламыз. Осылай бір бөлшегін домалатып алып, жұғалап жайып аламыз. Жайып болғаннан соң ортасына начинкамызды саламыз, жақсылап, және де бір-біріне жинаймыз. Духовкамызды 180 градуста қыздырып, 15-20 минуттай пісіреміз. Бетіне сары май қоямыз. Міне пісті, осындай әдемі болып шықты. Бетіне қаймақ жағып жатырмын және де укроппен сәндейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Менің арнамда күн сайын жаңа рецепттер болады. Қоңыраушаны басып қойыңыз.